Сәлем, сенмен бірге мен Ақерке. Стресс, жағымсыз ойлар мен естеліктерден арылуға арналған сиқырлы медитацияға қош келдің. Бүгін мен сенің жол серігің болып, өзіңді жақсы сезінуіңе көмектесемін. Бұл тәжірибені санаңды тазартып, стресстен арылып, жай ғана демалғың келген кезде, кез келген кезде тыңдауыңа, жасауыңа болады. Әсіресе тәжірибе ұйықтар алдында күні бойы жиналған стресстен арылуға өте тиімді. Эмоционалды және менталды денсаулығыңды сақтау үшін бұл тәжірибені үнемі орындап тұр. Ал енді тәжірибені бастайық. Ыңғайлы әрі жайлы отыруды немесе жатуды ұсынамын. Орналасып болған соң көзіңді жұм. Барлық назарыңды сыртқы нысандар мен осы күннің, осы аптаның оқиғаларынан ішкі сезімдеріңе аудар. Мұрының арқылы терең дем алып, аузың арқылы дем шығар. Өте ыңғайлы қарқынмен тыныс алуды жалғастыра бер. Ең бастысы, өзіңе ыңғайлы болсын. Сыртқы әлем сенің уайымдарыңның сыртында қалсын. Қазір ең маңызды нәрсенің бәрі сенің ішкі жан дүниеңде болып жатыр. Эмоциялар, ойлар мен денедегі сезімдер. Осы тәжірибедегі ең басты назарымыз. Денеңнің босаңсуына мүмкіндік бер. Ол үшін қолдарыңды жұдырыққа барынша қатты түй. Табандарыңды тарт. Иықтарыңды көтер. Терең дем алып, ең жоғарғы ширылу сәтінде біраз тұрып, дем шығарумен бірге денеңді толық босат, жібер. Тағы да бірнеше рет осылай қайтала. Қолдарыңды жұдырыққа түй. Табандарыңды тарт, иықтарыңды көтер, терең дем ал, 1-2 секунд тұрып, деміңді толықтай шығар. Керемет. Назарыңды тыныс алуыңа аудар. Енді визуализация тәжірибесіне көшеміз. Көз алдыңа сиқырлы өшіргіштің бейнесін елестет. Оның түсін, пішінін және құрылымын көз алдыңа келтір. Оның барлық жағымсыз ойлар мен естеліктерді сенің санаңнан өшіре алатын сиқырлы қуатын сезін. Ал енді көз алдыңа экранды елестет. Онда барлық жағымсыз ойларың, естеліктерің
кинотеатрдағыдай бейнеленеді. Олар сөздер, бейнелер немесе әртүрлі жағдайлар түрінде көрінуі мүмкін. Жай ғана сырттай бақыла. Ал енді өзіңнің сиқырлы өшіргішіңді алып, бұл жағымсыз элементтердің барлығын санаңнан, тіпті санадан тыс тереңдікте ақырын өшіріп жатқаныңды елестет. Оларды экраннан толығымен, түп тамырымен қайтарамсыз етіп, мәңгілікке өшір. Саған ыңғайсыздық тудыратын әрбір естелікті, эмоцияны немесе оқиғаларды өшірген сайын, ішіңнен немесе дауыстап, мен ризамын, мен барлығын жіберемін деп айт. Мен ризамын және барлығын жіберемін. Біздің тәжірибеміз бұл маңызды. Бұл сізді күшейтеді. Өшіргіштің әрбір қимылы денеңнен, ақылыңнан негативтердің бәрін тазартады. Осы жағымсыз ойлар мен естеліктерді толығымен жіберуге рұқсат ет. Олардың енді саған байланбағанын, сенің жан дүниеңде өмір сүрмейтінін біл. Санаңның тап-таза, аспандай ашық болғанын бақылай отырып, барлық жағымсыз элементтерді өшіруді жалғастыр. Бұлттардан тазарған аспандай. Осы жеңілдік, қуаныш пен азаттық күйінде тағы біраз бол. Мұрның арқылы терең дем алып, аузың арқылы дем шығар. Керемет. Сен үлкен жұмыс жасадың. Осы жеңілдікті, тазалықты және ішкі жан дүниедегі бос кеңістікті сезін. Енді сенің бұл жаңа кеңістікті тек ең мейірімді әрі позитивті ойлармен және оқиғалармен толтыра аласың. Ал енді баяу көзіңді ашып, осы сәтке орал. Бұл тәжірибе саған тазару процесінде көмектесіп, өміріңе тыныштық, қуаныш сыйлайды. Егер тәжірибе сізге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырсаңыз қуанатын боламын.